Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі сочный, сулы, құрғақ болып қалмайтын, қамырлары жыртылып кетпейтін кереметте мантылардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дәл менің рецебім бойынша дайындап көріңіздер, мантыларыңыз мінсіз шығатын болады. Ендеше мантымыздың қамырын дайындап бастайық. Ол үшін ең әуелі салқын бөлме температурасында тұрған суға 1 шай қасық тұз және 1 жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді әрі қарай осы сұйық массамыздың үстіне ұнымызды сеуіп, қамыр илейтін боламыз. Ұнның барлығын бірден қосып жібермеңіз. Аз-аздан өзіңіздің қамырыңыздың ыңғайына қарай қоссаңыз болады. Ұнды барлығының мөлшерін видеоның астындағы описаниеге жазып қалдырып кетемін. Ұнның мөлшерін шамамен 500-550 грамм деп жазып қоямын. 500 грамм не одан да аз болуы мүмкін, 550 грамм болуы мүмкін. Әрине ол әр ұнның тығыздығы әрқалай болғандықтан әркімде әрқандай мөлшерде ұн кетеді. Осылай ұнымызды қосып алған соң мөлшеріне қарай сәл қаттылау, тығыздау қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды қолымызбен жақсылап 5 минуттай басып, қапшыққа салып, шамамен 15 минутқа қамырымыздың иығын қандырып қойып қоятын боламыз. Жақсы иығанып тұрған қамырды жайғанда да ыңғайлы және қамыры да керемет болып шығады. Енді мантымыздың салмасын дайындаймыз. Мен орташа көлемдегі 3 пиязды осылай 4 бұрыштылап сақтап турап алдым. Мантыңыз неғұрлым дәмді болсын десеңіз, соғұрлым пиязды көбірек қосыңыз және осылай турап қосыңыз сақтап. Ерттартқыштан өткізілген пияздармен дайындалған манты аса қатты дәмді болмайды. Барлық соғы шығып кетеді пияздың. Сондықтан да осылай қолыңызбен сақтап турап алыңыз да және пияздарыңызға азғантай тұз сеуіп, жақсылап араластырыңыз пияздарыңыздың соғын шығарып. Сонда мантыңыз сочный болып шығатын болады. Қазір фаршқа тұз себетін кезде де мына пиязға сепкен тұзыңызды да есептеңіз. Ащы болып кетпесін салмаңыз. Мен асқабақ қостым, сақтап туралған асқабақтың орнына картоп қоссаңыз да болады фаршқа. Менде сиыр етінің фаршы. Осыған жаңағы пиязымды қосамын. Дәміне қарай тұз себебін, қара бұрыш, қызыл бұрыш азғантай сеуіп, барлығын жақсылап араластыратын боламын. Асқабақпен де, картоппен де өте дәмді болып шығады мантылар. Енді 3-4 ас қасық сұйық май қосамын да, салмамды жақсылап араластырамын. Салмам менде жылтырамай, сәл құрғап тұр екен. Сол себепті қайтадан 2-3 ас қасық сұйық май құятын боламын. Қаласаңыз, сақтап турап қойдың құйрық майында қоссаңыз болады. Әрине, құйрық май қоспай-ақ біздің мантымыз дәл осы рецепт бойынша дайындасаңыз сочный болып шығатын болады. Енді 15 минуттай иығанып тұрған қамырымды ашып, тағы да бір қайтара 3-4 минуттай басып илеймін. Илеген соң қамырымды қайтадан қапшығына салып, тағы да 15 минутқа иығын қандырып қоямын. Сонда жақсы иығанып тұрған қамыр бір тегіс әрі жып-жылтыр болып жайылады. Мінекей 15 минуттай уақыт өтті. Енді керегінше ұн салып, қамырымды жазатын боламын. Мантының қамырларын мен тым қатты, қалың, не қатты жұқа етіп жазбаймын. Тым қатты жұқа болса, мантыларымыз піскен кезде қамырлары өте жұқа болып, жыртылып кетуі де мүмкін. Әрине, мантының қамыры қатты қалың болса да, піскен кезде ойдағыдай дәмді шықпай қалуы мүмкін. Және мантының қамырын жайған кезде соңына қарай ұнды көп сеппеуге тырысыңыз. Себебі мантыларыңызды бір-біріне жабысырып, пішінін жасаған кезде қамырлары жабыспай қоятын болады. Ұны көп болып кетсе соңына қарай. Көбіне қамырымның 2 шеті қалың, ортасы жұқа болып қалмас үшін, және де дөңгелек болып шығу үшін оқтаудың тек 2 шетін ғана баса отырып, қамырымды айналдыра отырып жаямын. Жалпы еттің қамырының жасалу жолы, жайылу жолы туралы лайфхактар менде YouTube каналымда бар. Толық видеоны қарасаңыздар болады қамыр жаю жөнінде. Мінекей осылай қамырымызды жайып алғаннан кейін мантымызды дайындау үшін қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Енді әрбір 4 бұрыштылап бөлінген қамырымыздың ортасына жаңағы етті салмамызды салып, мантыларымызға пішін беретін боламыз әдемі.
Және достар, сіздерге бір өтініш, егер видео ұнап жатса, лайк басып, қазақша контентті қолдап кетсеңіздер болады. Арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Сонда каналыма шыққан жаңа рецепттерді біріншілердің бірі болып көріп отыратын боласыздар. Енді мантымыздың суын жақсылап қайната бастаймыз, және мантываркамыздың әрбір табағына май жағып, жақсылап үстінен мантыларымызды қатарлаймыз да, жаңағы қайнап жатқан суымыздың үстіне қойып, мантыларымызды шамамен 40 минуттай пісіріп аламыз. Мантыларыңыз ұзақ пісіп тұрып қалса, қамырлары да езіліп кетуі мүмкін, және мантыға дайындайтын өте дәмді тұздықтардың бірі пиязды ұсақтап турап, табаға сары май салып, сол сары майды ертіп, соған пиязды қуырсаңыз, оны мантының үстінен құйсаңыз, мантыңыз одан сайын дәмді болып шығады. Яғни сұйық май емес, тек сары майға пияздарыңызды қуырып алсаңыз, мантыңыз керемет болып шығады. Ал ендеше міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, маған рахметтеріңізді айтатын боласыздар. Бізге ас болсын.